Bir тұтқын күзетшілердің камерасын аралап жүргенде бұрышқа тығылып қалды. Ол адамның көру қабілетінің тек 180 градус екенін және күзетшілердің көру аймағына кірмесе көрінбейтін болып қалатынын білді. Алайда күзетшілер камераға кіргенде бұрышта Тай Шиді бірден байқады. Жауап ретінде шапалар жегеніне қарамастан оның бетінде мақтаншақ күлкі пайда болды. Бұл оның шешімін растады. Содан кейін ол еркін өрмелеуді жаттыға бастады. Келесі күні күзетшілер қайтадан тексеруге келгенде Тай Ши көрінбеді. Олар бұрылып, жоғары қараған кезде ғана оның қабырғада ілулі тұрғанын көрді. Айлакерлікке ашуланған күзетшілер Тай Шиді тағы да ұрды, бірақ ол берілмеді. Теориялық тұрғыдан алғанда, егер біреу аяқпен жүруді жетілдірсе, олар күзетшілердің көзінен жоғалып кетуі мүмкін еді. Сондықтан келесі камера айналымында ол ақылды түрде күзетшілердің артына жақындады. Бұл әдіс жұмыс істеді. Күзетшілер оны байқамай ұзақ уақыт бойы айналасына қарады. Көрінбейтіндігінің сәтті болатынын ойлаған кезде, күн сәулесіндегі көлеңкесі оны алдап, қорқынышты жазаға және осы жаңа оқиғаға келді. 좀더 연습해야 되겠네. 그림자도 신경 쓰고 사람의 심리까지. Тесокты кенеттен оятқан күзетшінің ашулы сөгісі болды. Күзетші кеткеннен кейін, ол қолының сыртына көз тастап, алдында үнемі біреу тұрғанын елестетті. Ақыры ол мүлдем көрінбеу үшін нысананың қимылдары мен ойларын алдын ала болжау керек екенін түсінді. Қайта жаттығудан кейін оның көрінбеуі жетістікке жетті. Ол енді камерада жоқ сияқты болды. Күзетші камераны қайтадан тексергенде, ол кенеттен шабуыл жасап, күзетшіні жерге құлатып, есіктен итеріп жіберді. Бұл шеберлікті көрген күзетші оны қайтадан ашуландырмауға батылы бармады және камера есігін асығыс жауып тастады. Тесоктың көрінбеуі айқын меңгерілді. Бірнеше айдан кейін ұлы тәрбиеші түрмеден босатылды. Кеткеннен кейін ол ең алдымен бірнеше жыл бұрын оны ұрып соққан күзетшіден кек алуды ойлады. Сонымен басқа адамның жұмыстан кетуін пайдаланып, ол көрінбеу сиқырын тыныш іске қосып пайда болды. Содан кейін ол гольф таяқшасымен екінші адамды бірнеше рет ұрып, екінші адам жерге құлап, орнынан тұра алмай қанағаттанып кетіп қалды. Кейін ол қайтадан көрінбей, бұрын оны ұрған боксшының үйіне барды. Күтпеген жерден боксшы бірдеңе дұрыс емес екенін сезді, бірақ көрінбейтін қарсыласына тап болып, ұзақ уақыт бойы ештеңе таппады. Таңқаларлықтай көп ұзамай үйдегі фотосуреттерге екі ақ стикер жапсырылды. Содан кейін ұлы тәлімгер Сун Хвамен бірге тұрған үйге жасырын кірді. Үй иесі бірдеңе дұрыс емес екенін сезгенімен ешкімді таба алмады. Көп ұзамай бай адам да ұлы тәлімгердің түрмеден босатылғанын біліп, іштей қуанды. Ол бала қайтып келгенде, оған сабақ бере алатынына сенімді болды. Әрине, түннің ортасында Тесок бай адамның үйіне үнсіз кірді. Бай адам қозғалысты байқап, гольф таяқшасын алып, төрт жерді іздеуге кірісті, бірақ шақырылмаған қонақты ешбір бұрыштан таба алмады. Осы сәтте Сун Хва кенеттен терезеден жарқырап келе жатқан бір бейнені көрді. Қашып бара жатқан бейнені сезіп, ол Тесоктың қайтып келе жатқанын бірден түсінді. Бай адам ұйықтап қалғаннан кейін, ол тыныш қана қонақ бөлмеге барып тексерді. Ұлы тәрбиешіні көрмесе де бір жерде жасырынып жүргеніне сенімді болды. Шынымен де жақындаған кезде таныс бейне қайта пайда болды, ал Сун Хва көптен бері көрсетпеген күлкісін жасыра алмады. Сол кезде бай адам кенеттен есікті итеріп ашты, бірақ қонақ бөлмеге қараған кезде Тесок қайтадан жоғалып кетті. Шынында да оның көрінбеу техникасы енді шебер болды. Бай адамның сұрағына тап болған Сун Хва түсіндірмеді, ал бай адам оны құшағына тартып, бұл мәселені көтермеді. Сол сәтте Сун Хва жасырын түрде екінші қолын артындағы Тесокқа созды. Тесок үйге жасырын кіргеннен бері Сун Хваның мінезі айтарлықтай көңілді болып кетті. Оның жүзі әрқашан бақыттан жарқырап тұратын, әрі дәмді тағамдарға толы дастархан дайындайтын. Бай адам артында біреудің тұрғанын сезгенімен, ол бұрылған сайын Тесок қозғалып, тіпті ыдысынан жасырын түрде тамақ алып жатқан еді. Екеуі мінсіз жұмыс істеді, ал магнат ұлы тәрбиешінің ізін қуып жете алмады. Магнатты жұмысқа шығарып салғаннан кейін Тесок ойнатқыштың қосқышын ақырын басты, бірақ бірден пайда болмай, ойынмен Сун Хваның артына жылжыды. Оның ниетін түсінген Сун Хва оның қолын ашып, Тесокты қабырғаға ақырын тіреп қойғанша баяу шегінді. Алайда таңқаларлықтай, екеуі таразының үстінде бірге тұрғанда көрсеткіш нөлге қарай бағытталды. Фильм осы жерде аяқталады.